Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге бар жоғы 5-ақ минутта тез пісіп шығатын оригинал рецепттердің бірі пицца дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз таза ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Көрсетілген грамм бойынша жасаңыздар, граммда описанияға жазып қоямын. Және де кішкентай ас қасықпен 3 ас қасық қантымызды саламыз. Бізге қант қажет болады. Осылай 3 ас қасық қант салыңыздар. Және де 1,5 ас қасық тұз саламыз. Ендігі кезекте дрож қосамыз. Дрож өзіңіздің қалауыңыз. Егер асығыс болсаңыз көп қосуға болады, немесе асығыс емес болсаңыз аз қосып жасауға болады. Жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін бізге міндетті түрде зәйтүн майы керек болады. Кәдімгі тамаққа қосатын май болмайды. Міндетті түрде осы зәйтүн майды пайдаланамыз. 2 ас қасық қосамыз. Електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Міндетті түрде електен өткізіп қосыңыздар. Жақсылап тұрып қамыр илейміз. Бастапқы кезде қамырымыз қатты болады. Одан қорқудың қажеті жоқ. Себебі құрамында дрож болғандықтан ол уақыт өте келе жұмсарады. Осылай ыдыстан алып столдың үстіне ары-бері қайтаратын боламыз. Таза ыдысымызға салып, бетін жауып, жарты сағатқа көтерілгенше қоямыз. Қатты көтерілу міндетті емес, тек жарты сағат тұрса болды. Қараңыздар, сәл де болса да ашиды осылай. Енді қамырымызды теңдей 2 бөлікке бөліп, ішіне қарай қайтадан ыдысымызға саламыз. Екеуінде, менде 2 пиццаның қамыры. Егер көп қып жасасаңыздар, көрсетілген граммда 2-ге көбейтіп 4-6 пицца жасауға болады. Үстінен міндетті түрде зәйтүн майын құямыз. Жақсылап қолымызбен барлық жеріне жағып шығамыз. Астына, үстіне толықтай барлық жеріне зәйтүн майы тию керек. 2 қамырда да дәл солай жасап шығасыздар. Бұл міндетті қыздар, бұны істемей қоймаңыздар. Толықтай жағып болғаннан кейін бетінен пакетті жауып қоямыз. Яғни 2 қамырымыз арасы жабысып қалмасын. Дәл видеодағыдай ортасына пакетті қоюды ұмытпаңыздар. Кемінде 1 сағатқа қоясыздар, қамырымыз толықтай көтерілуі керек. Уже біздің қамырымыз көтеріліп дайын тұр. Осындай пергамент қағазы оқтау қажет болады. Қараңыздар, қамыр өте керемет болып көтеріледі осылай. Енді бұл қамырда жақсылап тұрып, ешқандай ұн сеппей, оқтаудың көмегімен ғана домалақ етіп жайып аламыз толықтай. Міндетті түрде домалақ қылып жайып, өте жұқа қылып жаясыздар. Қатты болып қалмайды, керісінше өте жұмсақ болып піседі. Сондықтан қамырды жұқа қылып жаясыздар. Енді бұл жерде мен майонез бен кетчуп жаға салдым. Негізі арнайы соусын алдағы видеода көрсететін боламын. Сіздерге міндетті түрде әзірше негізі кетчуп пен майонез сепсеңіздер де ешқандай артықшылығы жоқ, соустан дәмдірек болып шығады. Екеуі де қатты разница жоқ. Сондықтан үйде не бар, соны қолдана берсеңіздер болады. Нағыз пиццаның сыры ол моцарелла. Міндетті түрде осы сырды алып пайдалансаңыздар өте дәмді болып шығады. Енді ол қымбатырақ болып тұрады. Қазір менің видеода сеуіп жатқан сырым бұл сметанный сыр. Шамамен 500-600 теңге тұрады. Бұл да ергіш сырлардың бірі. Мен 2 сырды пайдаландым. Астына осы сметанный сырмен жаңа моцарелла сырды пайдаландым да, үстіне осындай шұжықтарымды қойып шықтым. Шұжықтар өте жұқа болып қойылуы керек. Өте жұқа қылып кесіңіздер. Осылай толықтай барлық жеріне орналастырып шығамыз. Үстінен қайтадан моцарелла сырын орналастырып шығамыз. Негізі астына сыр қойған себебіміз, достар, біздің пиццамыз піскен кезде үстіне шығып көтеріліп тұрмайды. Астынан да үстінен де сыр ерітіп басып тұрады. Сондықтан астынан міндетті түрде сыр қойыңыздар. Үстіне осылай моцарелла сырын күштен өткізіп, мен әсел пешке салдым. Қараңыздар, әсел пештегі градус бар ғой біздің. Сол ең жоғарғы, мысалы менде 320 болса, сіздерде солай 320, кейбір кісілерде 270 болады, кейбір кісілерде 250, яғни ең жоғарғы жылдамдықта кемінде 5-ақ немесе 7-ақ минутта толықтай пісіріп аласыздар. Одан артық көп ұстамаңыздар, сыр күйіп кетеді. Біздің қамырымыз толықтай пісіп шығады. Оған ешқандай ойындаудың қажет жоқ. Ең басты бетіндегі сырымыз толықтай еріп, сәл-сәл күйіп бастаған кезде пешті тоқтатамыз. Шамамен 5 минут или 7 минут жеткілікті. Достар, егер сіздерге видео ұнаса, міндетті түрде әпкелеріңізге, туған туыстарыңызға жіберіп қоюды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіздер, ешқандай өкінбейсіздер. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп, қолдап қоюды ұмытпаңыздар.